Балақай, мектепке барғанда әдемі жазу үшін қазірден бастап жаттыға бер. Ол үшін сенің жазу жолдары бар дәптерің болу керек. Сиқырлы қалам жазған әріптерді сен де жазып отырсаң, еш қиналмайсың. Сен өте ақылды баласың. Сондықтан бастаған істі аяқсыз қалдырмайтыныңа сенемін. Іске сәт. Ал енді Г дыбысын айтып көрейік. Г, Г, Г. Бұл дыбыс та дауыссыз. Бұдан гүл, галстук, гитара және тағы да басқа сөздер басталады. Гүл, галстук, гитара